Қайырлы кеш, құрметті Инстаграм оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз сәтті өтті деп ойлаймын. Бүгін аяқ астынан бір осындай ой келді. Тікелей эфирға шығып, өзімнің білгенімен бөлісу, жалқаулықты қалай жеңеміз деп маған клиенттер көп келеді. Сол туралы бір ой айтқым келіп жатыр, бір әрекеттер айтқым келіп жатыр. Яғни ниетім пайдалы болу, маған психолог болып жұмыс істегеннен кейін клиенттер көп неше түрлі сұрақтар бойынша келеді. Сол кезде көбісі айтады, мен еріншекпін дейді, немесе мен жалқаумын дейді. Жалқаулықты қалай қойсам болады, қалай тастасам болады деп келеді. Енді мен сіздерге айтайын, адам не үшін жалқау болады? Жалқау мен еріншектің айырмашылығы неде? Соны бірінші кішкене түсіндіріп өтейін. Қайырлы кеш, Айнұр ханым, қалыңыз қалай? Мысалы, еріншек деген ертең істеймін деп айтады. Бәрін ертеңге қалдырып жүреді. Еріншектің ертеңі бітпейді деп қазақ айтады. Мысалы, бір нәрсе істегіміз келеді, соны ертең істеймін деп жүре береміз. Ол еріншек. Мысалы, мен күнде таңертең жүрем десем, тұрғым келмей қалады да, ертең жүрем деп ертеңге қалдыра берем. Бірақ бір күні бастап жүріп кетем соны, Яғни еріншектің жалқаулықтан айырмашылығын қазір айтам. Жалқау деген ол мүлдем ештеңе істегісі келмейді. Ол жалқау адамда мүлдем мотивация жоқ ешқандай бір нәрсе жасауға. Ал еріншек ол істегісі келеді, ниеті бар, бірақ кейінге қалдыра береді, Екеуінің айырмашылығын түсініп алдық. Енді еріншекте олда ниет бар, мотивация бар дедік, кішкене болса да. Ал енді жалқауларда мүлде мотивация жоқ. Не үшін адам жалқау болады? Өйткені өзінің өмірінде мақсат жоқ, өмірінің мәні жоқ. Сол үшін оның миы не істейді? Жалқаулықты іске қосады. Яғни адамда өмірінде мақсат болмағаннан кейін, ол ми ештеңеге немен айналысатынын білмегеннен кейін, ол жалқаулықты іске қосып, сол жаңа қожайынына жата бер деп жалқау қыла береді. Енді қараңыздар, жалқаулық деген не үшін жалқау болады? Адам жауапкершіліктен қашқан кезде. Яғни мысалы, студенттер бітіріп жатқан, мысал келтіретін болсақ, диплом жазу керек, диплом жазғысы келмейді, жалқаулық іске қосылады, жазғысы келмейді, немесе күнде ертең жазам деп жүреді. Енді сол кезде не істейміз? Ол жауапкершіліктен қашып тұр, диплом жазудан қашып тұр да. Енді сол кезде оны іске қосу үшін қалай жалқаулықты жеңіп жазамыз деп сұрайтын болсақ, онда ол адамға, жаңа студентке досымен келісім шартқа отыру керек. Мен осы дипломды жазамын. Егер мен жазбасам, онда саған айына мысалы 30 000 берем деген сияқты. Адам өзі миға бір нәрсені дәлелдеп көрсеткен кезде, ми соған сенеді. Яғни жаңаға досына ол ақша бермеу үшін миы іске қосады нені? Жалқаулықты емес, пысықтықты іске қосады. Қайырлы кеш, Лаура ханым, қалыңыз қалай? Сонда айтайын дегенім, жаңағы біреумен келісім шартқа отырған кезде, соның миы жақсы жұмыс жасай бастайды. Яғни жалқаулық артта қала бастайды. Адам жауапкершілік алудан қорыққан кезде жалқаулық іске қосылады дедім, миы іске қосады оны. Яғни мысалы мақсатқа жеткен кезде ол қандай күйде болады? Ол маңызды емес болып тұр оған. Оған сол мақсатқа жетуге қорқыныш жібермей тұр. Яғни қорқыныштың маңыздылығы күшті болып тұр да. Сол себептен оның миы не істейді? Жалқаулықты іске қосады екен. Одан кейін жаңағы қиындықтан қашу. Мысалы, дипломды жазу деген қиын ғой, қалай мен оны жазам деп өзіне өзі қиындатып отыр да. Миына қиындықты көрсетіп отыр. Сосын оны ми не істейді? Жалқаулықты іске қосады. Жарайды, сен жазбай қой, қиын болса деген сияқты, Сондықтан біз ылғи да миымызға бір нәрсені анық көрсетіп отыруымыз керек, жоспар құруымыз керек. Не үшін сен ол нәрсені істейсің? Саған оның қандай пайдасы бар деген сияқты біз миға нақты тапсырманы көрсетуіміз керек, жоспар құруымыз керек. Яғни жалқаулықпен күресудің ең тиімді әдісі ол жоспар құру, өмірге мақсат қою. Сол кезде сіздің миыңызға сигнал барады. Қожайын осын жасаған кезде қожайында күшті керемет өзгеріс болады деген сияқты. Сондықтан бұл жерде
миға тапсырма беру керек. Ең бастысы миға тапсырма беру керек. Сол кезде миыңыз сенген кезде мүмкін емес нәрсе жоқ, иә. Ми сенген кезде барлық нәрсе жасалынады. Мысалы, таңғы уақытта бізде энергия көп болады, ұйқымыз қанып тұрады, иә. Яғни сіз бір қиын істі бастап бітіре алмай жүрсеңіз, күнде ертең деп, немесе вообще бастай алмай жүрсеңіз, жалқаулығыңыз ұстап, онда өзіңізді миыңызға сол жұмысты істеудегі маңыздылықты көрсетесіз. Миыңызды сендіресіз. Мен осыны істесем, менде қандай пайда болады, мен бұдан қандай нәтиже алам деген сияқты. Және сол қиын істі таңғы уақытта жасап тастау керек. Уақытыңыз бар, энергияңыз күшті, ұйқыңыз қанып тұрған кезде таңғы уақытта жасап тастау керек. Ал түстен кейінгі уақытта сіз уже шаршай бастайсыз, энергияңыз азая бастайды. Ол кезде сіз қиын істі жасай алмайсыз, өйткені сіздің миыңыз сенбейді оған. Бұл бұны бәрібір жасай алмайды деп тұрады. Сондықтан біз қиын істі таңертеңгі уақытта жасап тастауымыз керек екен, иә. Мен мысалы өзімнен мысал айтайын, бүгін мен үй жинаймын деп айттым да, бірақ үй жинағым келмей қалды, жалқаулығым ұстап қалды да. Сосын мен не істедім, мен миымды сендірдім. Қазір мен үй жинасам, үй таза болады, өзіме, үйдегілерге приятно болады, иә. Сосын мен үй жинаған кезде не істеймін, өзіме мақсат қойдым. Үй жинап болғаннан кейін мен мына нәрсені істеймін. Яғни мен миымды сендіріп жатырмын, иә. Мен таза жерде отырамын, маған приятно болады деген сияқты, иә. Одан кейін мен өзіме осы жинап болғаннан кейін шоколад алып жеймін деген сияқты, өзіме бір сыйлықты қойып жатырмын мақсат қылып. Сол үшін ми соған жұмыс жасайды, иә. Сосын декомпозиция деген бар ғой, бөліп тастау, әр істі бөлікке бөлу. Мысалы, түске дейін үй жинасаңыз, түске дейін сіз кітап оқысаңыз, азанғы уақытта, иә, шүкіршілік жазамын мен, мысалы, садақа берем, кітап оқимын деген сияқты. Соның барлығын мен энергия көп болып тұрғанда таңғы уақытта істеп аламын. Ал түстен кейін мен не істеймін? Жаңағы клиент қабылдау, курсты кешке қарай өткіземін, өйткені кешке ыңғайлы жаңағы ханымдарға. Сол себептен миға біз жаңағы нақтылықты көрсетеміз, маңыздылығын көрсетеміз, иә. Енді жалқаулықты біз қалай жеңеміз дегенге келсек, біз бірінші жоспар құрамыз. Жоспар болған кезде ми соған жұмыс жасайды. Ми жалқаулықты алып тастайды, іске сізді әрекетке көшіреді. Мысалы, кешке қарай немесе таңертең тұрған кезде мен бүгін осыны жасаймын деп мақсат қойсаңыз, жоспар құрсаңыз, миыңыз соған жұмыс жасайды. Сол кезде сіздің жалқаулығыңыз артта қалып қалады. Ми нақты жоспарға жұмыс жасайды. Сосын кейін жаңағы домофин жетпеген кезде, мотивация болмаған кезде адам жалқау болады екен. Мысалы, мотивация жоқ, иә. Айтады ғой адам, мен энергиям жоқ, ұйқым қанбайды, әлсізбін, жата берем, ештеңе желанием жоқ деп. Ол неге ондай болып жатыр? Өйткені онда организмінде домофин бөлінбей жатыр, жетпей жатыр. Және ол адамда өмірде мақсат жоқ болып тұр, мән болмай тұр, иә. Сондықтан ол не істейді? Жалқау болып жата береді. Енді біз жалқаулықты жеңу үшін, жаңа айттым, бірінші нақты жоспар болу керек, мақсат болу керек, және сіздің миыңызға нақтылық керек. Сіз сол істі істеген кезде сізге не пайда болады, не пайда береді, соның маңыздылығын көрсетуіміз керек екен. Сол кезде сіздің миыңыз соған жұмыс жасайды. Мысалы, айтып жатырмын жаңа, еріншек ертең дейді, жалқау адам мүлдем жатып алады деп, иә. Айырмашылығы осы да. Ал енді еріншек деген ол жалқаулыққа қарағанда жақсырақ, иә. Ал мүлдем жалқау адам болса, оның орнынан тұрғызу үшін не істеу керек екен? Оған мотивация керек екен. Ал мотивацияны біз көбіне қайдан аламыз? Коуч, мотиваторлардан, психологтардан, жаңа ютубтардан, неше түрлі мотивациялық нелер бар ғой, ақпараттар, соны қарау керек екенбіз. Мотивация алу үшін мотивациялық кинолар бар, видеолар бар, соларды қараса, онда жаңағы сіздің организміңізде домофин іске қосылады да, домофин бөлініп, сіз мотивация алып, кішкене уже әрекет көшуге бастайсыз. Сондықтан біз не істейміз? Жалқаулығымызды жеңу үшін мотивация аламыз. Мотивациялық телеграм каналдар бар, ютубта каналдар бар, иә. Содан мен өзім телеграм каналға жазылып қойғам, мотивация беретін, ылғи сол каналдан таңертең кешке жіберіп отырады, немесе түсте жіберіп отырады, соны ылғи да өзім көріп отырам. Сол кезде мен не істейді? Ми соған сене бастайды.
мотивация алған кезде сізде уже энергия, жаңа домофин бөлінеді, сөйтіп сіздің жалқаулығыңыз артта қалып, кәдімгідей пысықтығыңыз іске қосылады. Жалқаулық пен пысықтықтың айырмасын ажыратып жатырмыз, иә. Қай кезде пысық боламыз, қай кезде жалқау боламыз. Мысалы, жалқау болмау үшін баланы кішкентай кезінен 6 жастан кейін баланы қолдай жұмса деп қазақта бекер айтпаған, иә. Яғни 6 жастан кейін бала уже 7 жастан кейін бала кішкене уже жүреді, түсінеді, бәрін біледі, жұмсауға келеді, иә. Сол кезде біз ата-аналар баланы көп жұмсау керек екенбіз, еңбекке баулу керек екенбіз. Сонда ол жалқау болмайды. Бұл жерде ата-ана баланы жұмсап үйретіп, сепарация жасау керек, иә. Етектің астына шығару керек. Мысалы, ой, әлі кішкентайсың, сен істей алмайсың деп бәрін өзіңіз істей берсеңіз, ертең өскен кезде бала мама бәрін өзі жасай алады деп жалқау күйінде жалқаулықты іске қосып жата береді, сізге жаны ашымайтын болады, иә. Сондықтан біз не істейміз? Баланы тәрбиелейміз, еңбекке баулып тәрбиелейміз, балаға мотивация береміз. Және бала бір нәрсе жасаған кезде соны мақтап, сенімділік білдіріп, сенің қолынан келді, сен мықтысың деген сияқты жақсы сөздерді айтсақ, бала да жалқаулықты жеңе бастайды. Кез келген адам, кішкентай бала болсын, үлкен адам болсын, бізге внимание жетпейді, мақтау жетпейді, қолдау жетпейді, назар жетпейді, иә. Егер біз мысалы күйеуімізді де солай мақтап қойсақ, немесе бізді күйеуіміз, енелеріміз мақтап қойса, біз не істейміз? Содан мотивация аламыз. Кәдімгідей энергиямыз көтеріліп, внимание жеткеннен кейін біз не істейміз? Біраз нәрсені істеп тастауға бізде ниет пайда болады. Желание дейміз ғой, ниет пайда болады. Сондықтан бұл жалқаулықты жеңудің себептері бірнеше жолдарын айтып жатырмын сіздерге. Ол жаңағы жоспар құру, мақсат қою, өмірге мәнді кіргізу, және өзіңізге өзіңіз мотивация беру. Және сол істі істеп болғаннан кейін сіз өзіңізге жаңағы сыйлық алу. Осыны жасасам, мен өзіме осындай сыйлық аламын деп өзіңізбен келісім шартқа отырасыз. Сол кезде сіз жалқаулықты жеңесіз. Сонда сіз не істейсіз? Әрекетке көшесіз. Мысалы, мен бағана стористе айттым ғой, Таразға жол жүріп келдік, атамызға ас беріп келдік. Сол кезде мен күнде соның алдында жүріп жүргем, азында кешке. Сосын мен Тараздан келгеннен кейін, Таразда ол уақыт болмады, жайында қалды. Сосын келгеннен кейін тағы шаршадым деп қойып қойдым. Мен не істеп жатырмын? Еріншектігім ұстап жатыр. Ертең жүрем, ертең істеймін деп өзімнен де айтып отырмын сіздерге практикамнан. Содан кейін мен не істедім? Бүгін өзіме өзім мотивация бердім. Өзімнің миыма сендірдім. Мен жүргенде не пайда болады? Менде энергия пайда болады. Ол денсаулыққа зиян, қан айналым жақсарады. Мүмкін мен күнде жүре берсем, салмақ тастайтын шығармын, иә, сымбатты боламын. Сөйтіп өзімнің миымды сендіру арқылы мен бүгін қайтадан жүруді бастадым. Негізі қалып қойған. Сондықтан менде адаммын ғой, сіздер сияқты. Менде де еріншектік болады. Менде енді жалқаумын деп айта алмаймын, мен еріншектік менде де болады. Сондықтан мен не істеймін? Барлығын жаңағыдай өзіме мотивация беріп, жоспар қою арқылы, миымды сендіру арқылы, нақты әрекеттерді бекіту арқылы не істеймін? Миымды сендіремін. Мысалы, менде түске дейін өзім үйдің шаруасымен айналыссам, менде отбасым бар, тамақ істеу, үйдің шаруасы. Түстен кейін мен істеймін, клиент қабылдаймын, курс өткіземін деген сияқты. Арасында жаңағы менторлық бар деген сияқты. Сондықтан адам күнін жоспарлаған кезде сол күн берекелі болады. Өздеріңіз де білесіздер, иә. Мысалы, телефонда отырсақ, біз Инстаграмда отырсақ, көп уақытты жоғалтып аламыз. Пайдасыз кетеді, иә ол. Ал егер жаңағы жоспар болса, сол жоспармен жүресіз. Мынаны жасаймын, осыны жасағаннан кейін менде осындай болады деген сияқты. Сондықтан жалқаулықтан жеңудің бір түрі жоспар құру, мотивация беру, домофин гормоны негізді іске қосу. Немесе жаңағыдай келісім шартқа отырасыз өзіңіздің құрбыңызбен. Мен осыны жасаймын деп өзіме уәде беріп жатырмын. Саған да уәде беремін сенің алдында. Егер мен осыны жасамасам, саған штраф осынша ақша төлеймін деп. Сол кезде сіздің миыңыз оған әрекет жасайтын болады. Бүгін тақырып түсінікті болды ма? Қайырлы кеш, Шынар ханым қосылып жатыр. Шынар ханым, сіз бүгін сториста менің сұрағыма дұрыс жауап бердіңіз. Отау құрғанымызға қанша жыл болды деген кезде сіз 26 жыл деп жазыпсыз. Сондықтан сізді құттықтаймын. Сізге маг техниканы тегін өткізіп беремін. Уәде бергенім бойынша стористе айтқан болатынмын. Менің жеке өміріме
байланысты жақын арада сториста тағы да опрос сұрақтар жасап тұрамын. Соған кім дұрыс жауап берсе, осы мак техникасын жасайтын боламын, немесе мүмкін жеке қабылдау жасайтын боламын. Сондықтан менің сторисімді көріп тұрыңыздар, жібермей жүріңіздер. Жақын арада жақсы жаңалықтар болады, сонымен бөлісетін боламын. Бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Еріншектік, жалқаулық туралы. Еріншектің ертеңі бітпес деп айтып жатырмыз бағана, иә. Жалқаулық пен еріншектің айырмашылығын айттық эфирдің басында. Кейінгі қосылған ханымдар, Құдай қаласа эфирді сақтап қоямын, көріп алсаңыздар болады. Кімге осы эфирді көргенін қалайсыздар, кімге пайдалы болсын деп тілейсіздер, онда астындағы самолетикті жіберіп тарқатып қойсаңыздар екен, иә. Көп адамдар мысалы нәпсісін жеңе алмай, нәпсімен күресе алмай жүреді ғой, осы жалқаулық жеңе алмай, күнде таңертең ерте тұрам деп тұра алмай жүреді, жүрем деп жүре алмай жүреді, немесе жаңағыдай тамақты көп жемеймін дейді да жеп қоя береді. Осының барлығы нәпсінің қалауы. Жаңағы бір жағынан жалқаулық іске қосылады, бір жағынан нәпсі іске қосылады. Сөйтіп не істейміз? Ертеңге қалдыра береміз. Сондықтан миға нақтылық керек, миға нақты әрекеттер керек. Соған ми жұмыс жасайды. Біздің миымыз өте үлкен қызмет атқарады ғой. Бәрін ми арқылы біз жұмыс жасаймыз, подсознание арқылы жұмыс жасаймыз. Сондықтан миды сендіру керек. Бүгінгі ойым сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осындай оймен бөліскім келді. Өткенде бір сұрақтар келді дайрекке. Жалқаулы бола беремін, еріншекпін, қалай жеңсем болады, жаңағыдай өзім ерік жігерім жоқ деген сияқты сұрақтар келген болатын. Сондықтан осы эфирді өткізіп отырмын, пайдалы болу ниетінде, мақсатында. Енді сол ханым эфирға кірген жоқ, бірақ көреді деп ойлаймын. Адамның ерік жігер болу болмауы ол өзіне байланысты. Иә, бағанағыдай өзіңізге өзіңіз мотиватор боласыз, мотивацияны өзіңіз бересіз. Жаңадай ютубтан фильмдер, видеороликтер қарау арқылы, телеграм каналдан қарау арқылы өзіңізге мотивация алып жүресіз. Мысалы, маған сеансқа келгенде, жеке қабылдауға 1,5 сағат жұмыс жасаған кезде клиенттер до и после болып өзгереді, иә. Сол кезде айтады: ой, сізден күшті, сізбен сөйлесіп күшті болып қалдым, жеңілдеп қалдым, жаңа күшті мотивация алып жатырмын. Қазір мысалы, кеше алдыңғы күні қабылдаған клиент айтады: қазір жұмыс бастағым келіп кетті, осы жұмысты қойып едім деп айтып жатыр да. Сондықтан ол мотивация, менің берген мотивациям 1,5 сағатқа жетуі мүмкін, немесе 2 апта, 1 аптаға жетуі мүмкін, иә. Ары қарай ол өшіп қалуы мүмкін. Сондықтан мотивация бізге ішімізден шығу керек, өзімізге өзіміз мотивация беруіміз керек, иә. Миымызды өзіміз сендіру керек біз. Ми сену керек. Ми сенген кезде бәрі жақсы болады, бәрі орнына келеді, иә. Қандай сұрақтарыңыз бар? Бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Эфирді пайдалы болсын деген, көрсін деген адамдарға тарқатып жіберсеңіздер болады. Эфир, сабақ түсінікті болды ма? Тақырып, қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз жоқ болса, қысқа эфирмен аяқтаймын. Сұрақтарыңыз бар болса қойыңыздар. Менің YouTube, TikTok, Instagram каналдарыма жазылып қойыңыздар. Комментарий жазып қойыңыздар, иә. Жақында мак курсы басталайын деп жатыр. Соған орындарыңызды алып қойсаңыздар болады. Қазір PSP курсы жүріп жатыр. Менде психосоматолог практик. Ол курс дегеніңіз өзіңізге де, өзгеге де көмектесе алатын курс. Өзіңіздің 2 айның ішінде бүкіл травмаларыңызды, блоктарыңызды шешіп аласыздар. 2 ай бойы өзім жүргіземін. Зумда өтеді сабақтар сақталады. Яғни қоршаған ортаға өзіңізге пайдалы болу жаңағы ниетінде сол курсты оқысаңыз болады. Ол сіз өзіңіздің отбасыңызға көмектесе алатын боласыз. Біреу ауырып жатса, немесе басқа проблема болып жатса, қарым-қатынас бойынша проблема болып жатса, неше түрлі техникалар болады, ол жерде беріледі, өзім барлығын үйретем. Ол техникалар жұмыс істейтін техникалар. Сондықтан көмектесе аласыздар отбасыларыңызға, басқаларға. Білім алу, инвестиция салу, ол сізге міндетті түрде өзінің нәтижесін, жемісін алып келеді. Оны өзімнен білемін. Сондықтан мархабат. Осымен эфирді аяқтаймын. Келесі эфирде кездескенше
сау саламат болыңыздар. Соңғы уақытқа дейін отырған ханымға алғыс, Алланың нұры жаусын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.